Және спорт жаңалықтары Құлагер хоккей клубы 29 қазан күні Петропавлда жаңа салынған мұз айдынында өнер көрсетпек. Биыл солтүстік Қазақстан өңірінің намысын жоғары лигада арнайы құрылған команда қорғайтын болады. Әзірге жергілікті құрама турнир кестесінде 8-ші орында хоккей клубының ойыншылары мен әріптесім Аманжол Нұртазин тілдесіп айтты. Құлагер хоккей клубы биыл құрылған болатын. Бүгінде жас команданың жоспарында жоғары лигадағы үздік үштікке кіру. Әзірге ел біріншілігінде жергілікті құрама 8-ші орында. Қазақстан чемпионатының алғашқы ойындарын Құлагер командасы Көкшетау қаласының мұз айдынында өткізді. Клубымыз облыс әкімінің тапсырмасымен құрылды. Команда сапында тәжірибелі ойыншылар мен жас хоккейшілер де бар. Мұз айдыны барлық талаптарға сай салынды. Бүгінде ойыншылар алдағы ойындарға дайындық үстінде. Біздің мақсатымыз қола жүлдеге ие болу. Құлагер клубы теміртаулық команда негізінде құрылған болатын. Құрама сапында қазақстандық ойыншылардан бөлек финляндиялық және америкалық хоккейшілер бар. Сондай-ақ жоғары лигада өнер көрсетуге жергілікті спортшылар да шақыртылды. Олардың қатарында Глеб Казаченко бар. Начал заниматься я хоккеем примерно с 7 лет. Мен хоккеймен 7 жасымнан бастап айналысам. Петропавлда спорт мектептерінде тәлім алдым. Жоғары лигада өнер көрсетуге шақырғанына алғысымды білдіремін. Әзірге қосалқы құрамда отырмын. Дегенмен алдағы ойында мұзға шығамын деп ойлаймын. Қазанның 29 күні команда алғаш рет Петропавлда жаңа салынған спорт сарайында өнер көрсетпек. Байрақты кездесуде жергілікті хоккей клубына астаналық Номад командасы қарсылас атанбақ. Аманжол Нұртазин, Анатолий Белонок, ақпарат.